Мен Аридол бүгін сіздермен бірге Рафаэлла жасайтын боламыз. Иә, достар, Рафаэлла. Ол үшін біз кокосовый стружканы біз ыдыстың ішіне саламыз. Достар, біз кішкене мынаны біз қазір істейміз, және де жартысымыз алып қоямыз, себебі сыртына қажет болады. Және де біз сгущенканы аламыз да сгущенканы құямыз. Міне достар, бізде осында болу керек. Және де біз өзіміздің миндалімізді аламыз. Және де бұны біз ыстық суға сап қойдық. Қазір енді бұны бүйтіп алып, мына сыртын алуымыз керек. Достар, бұл негізінде миндаль емес, бұл өріктің ішіндегі миндаль бола ма, білмеймін, достар. Короче, өріктің ішіндегі жаңғағы десем де болады, дәнегі, то есть. Міне достар, ыстық суда кішкене тұрған соң, біз оны ашып аламыз, бұны дәнектерімізді. Енді біз бұны шарик қыламыз. Міне достар, томалақтаймыз да, және де ортасынан біздің дәнегімізді салып жіберемізді, тағы да бүйтіп айналдырамыз. Міне достар, және де бұны біз өстіп айналдыра береміз кокосымыздың жартысына. Осындай болып шықты. Шынымен де Рафаэлла сияқты дәмі де. Қазір бұны біз 30 минуттай холодильникте тұру керек, или 10-15 минутқа морозильникте тұрса да болады. Қазір сіздерге дәмін айтатын боламыз біраздан кейін. Өте дәмді болыпты. Менің үйдегілерде адамдар көріп жатыр, және де олардың айтуы бойынша таза Рафаэлла болып шықты дейді. Өте дәмді, сіздерге де кеңес беремін. Ал егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болғанмен Аридол, кездескенше сау болыңыздар.